Сәлеметсің бе балақай, класс KZ порталына қош келдің. Бүгінгі сабақтың тақырыбы табиғат ресурстары. Сен бүгінгі сабақта табиғат ресурстарымен танысасың және табиғат ресурстарын ажыратып үйренесің. Алдыңғы сабақта сен судың түрлі күйімен танысқан болатынсың. Судың газ, қатты және сұйық түрі болады. Табиғатта газ күйінде ол тұман түрінде кездеседі, ал қатты күйінде ол мұзтаулары түрінде кездеседі, ал сұйық түрінде ол жаңбыр, өзен, көл түрінде кездеседі. Балақай, бізді қоршаған орта жан-жануарлардан, өсімдіктерден, күннен, ауадан, тіпті жұлдыздар мен айдан тұрады. Оның барлығы үлкен табиғат деген ауқымды ұғымды білдіреді. Біз күнделікті өмірде пайдаланатын заттарымыздың барлығын табиғаттан аламыз. Мысалы, біз күнделікті жейтін тамағымыздың өзін табиғаттан аламыз. Алма жерге ағашты егіп, одан өсіп шыққан жеміс-жидектерді біз тамақ ретінде пайдаланамыз. Тіпті қарапайым судың өзін біз табиғаттан алады екенбіз. Біз суды ішеміз, шомыламыз, гүлдерге су құйып, оларды суарамыз. Тіпті қарапайым заттар қарандаштың өзінде біз табиғаттан аламыз. Себебі ол ағаштан жасалынады. Күнде оқитын оқулығымыздың өзі, кітаптардың өзі табиғаттан алынады. Оларды біз ағаштан жасаймыз. Сонымен балалар, табиғаттан алынатын және адам өмірінде пайдаланатын заттарды табиғат ресурстары деп атайды екенбіз. Енді түсінікті болса, қазір берілетін заттардың ішінде қайсысы артық екенін тауып көр. Бізде алма берілген, су, балық және стақан. Қайсысы артық? Айтшы. Жарайсың, дұрыс айтасың, стақан артық. Себебі стақанды адам өз қолымен жасайды. Ал балақай, мына сұраққа жауап берші. Неліктен табиғат ресурстарын ысырап етпей үнемдеу қажет? Дұрыс айтасың. Табиғат ресурстары шексіз емес, сондықтан оларды ұтымды пайдаланып үнемдеу қажет. Жан-жануарларды, өсімдіктерді қорғап, пайдалы қазбаларды үнемдеп, табиғатты аялауымыз керек. Халқымыз жер ана деп бекер айтпаған. Себебі жерде егін егіп, ағаш егіп, олардан өсіп шыққан дақылдар мен жеміс-жидектерді тамақ ретінде пайдаланамыз. Суды ішеміз, ауамен демаламыз. Үстімізге киетін киімдерімізді де табиғаттан аламыз. Сол себепті табиғатты қорғау әрбір адамның міндеті. Ал енді сабағым аяқталды, сабағым қызықты болды деп ойлаймын. Класс KZ порталында кездескенше қош сау бол.